Сәлем достар, бүгін терезені қалай тап-таза қылып айғыз болмайтындай лайфхакпен бөлісемін. Терезені жууға арналған средстволар, сепкіштердің ішіне крахмалды салсаңыздар, және де крахмалдың картофельный крахмал болсын, немесе жүгері крахмалы болсын, кез келгені бола береді. Сол средствоның ішіне 3 қасықтай салып сепсеңіздер, терезелеріңіз тап-таза әдемі айғызы болмайтын болады. Осы лайфхакты жасап көріңіздер, міндетті түрде көмек береді. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.